сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырыңыздар. Жақсы балалар, сабағымызды бастаймыз. Бүгін сабақта кім жоқ? Кезекші кім? Бүгін ақмананың 4-ші жұлдызы, бүгінгі сабақта оңғарбек әлше жоқ. Бұл ай біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша еңбекқорлық және кәсіби біліктілік айы. Екінші аптаның дәйек сөзі шығармашыл бала ойшыл болады. Жақсы отыра ғой. Үйге берген тапсырма қандай еді балалар? Кім айтып жібереді? Қандай тапсырма? Кімнің шығармасын оқып жатырмыз? Шығармасын оқып жатырмыз, жақсы. Жақсы отыра ғой. Ендеше балалар, жалпы бүгінгі біздің сабағымызда нағыз адам болу үшін біз кім болуымыз керек? Сол үшін бәріміз кішкене орнымыздан тұрып, әркім өзіміздің есімізге сәйкес жақсы қасиеттерді айтып жіберейік. Мысалы, мен Жаңыл Мұратқызы, мен мінезім жайсаң, жайдарлы және жібекті деп қояйыншы мінезімді. Жақсы. Ары қарай келесі айта ғой. Мен Абдурахман, мінезім қатал, еңбекқорлы дейді, жақсы. Мен Қалибаева Несина, ақылы, білімді. Жақсы. Өз атыңызға сай. Төлеген Санжар, мен Сыпайы. сабағымды жақсы оқимын, әрі спортшымын. Жақсы. Мен Сәбәжан Сұлу, менің жаным сұлу, еңбекшім. Жақсы. Мен момын. Жақсы. Мен Тілеуберді Айару, мен сабырлы және еңбекқор. Атыңызға сай. Мен сезімі, мен еңбекқор және сабырлы. Жақсы. Мен Ажырап, мен арым және ақылды. Мен Асылмын, мен Сыпайы. Мен Айгерімін, мен Ақтымын және ақылды. Жақсы. Бауыржан, Байсал, е? Жақсы отыра ғой. Байсал, Бауыржан, е? Жақсы. Нұрали? Мен Сыпайы. Мен Насымақлы, мен Надева. Мен Алтынайым, мен Ақболын және ақылым. Мен Алтынайым, мен Сыпайым, мен ақылым. Жақсы, рахмет бала. Біз әрқайсымыз өзіміздің бойымыздағы 3 қасиетті атадық. Ендеше осы қасиеттер Аянның бойынан алған біз өткен тақырыптағы, яғни осы Аян кім екен? Бүгін осы тақырып бойынша ары қарай ойымызды, білімімізді ары қарай жалғастырамыз. Енді келесі тапсырма балалар. Конспекттегі сұрақ. Біз осы тақырып бойынша жалпы оқыдық, білеміз. Жазушы Сайын Мұратбеков қай жылы қай жерде дүниеге келді? Қол көтеріп жауап бересіз, иә? 1930 жылы қолы келді алмады. Жақсы. Дұрыс па екен? Дұрыс емес па? Келесі. Жусанис әңгімесіндегі Аян ауылға кіммен, қашан көшіп келеді? Иә, айта ғой. Әжесімен көшеді. Толық жауап бер. Екінші жауап бер. Әжесімен соғыс кезінде Көшіп келді дейді. Жақсы. Келесі. Үшінші сұраққа тыңдаймыз. Аянды ауыл балалары қалай қарсы алды? Иә. Айта ғой. ауыл балалары топырға кім деп баталасып қарсы алды. Қуана қарсы алды ма? Мынау ма? Бірінші ма? Жақсы, бірінші жауап бер. Аха. Келесі сұраққа қарайық. Дұрыс екен жауап, иә? Балалардың арманы қандай еді? Санжар? Тезірек хат жазу, бүйрені майдандағы әке ағасына хат жазу. Келесі. Дұрыс, иә, жауабы. Балалар Аянды қалай естеріне алушы еді? Сұрақ. Иә? Кешкі уақытта Аян айтқан ертегілерді еске түсіреді. Жақсы.
деген не? Кім айтады? Аружан? Соғысқа кеткен әке ағаларының қайтыс болғандығын ескертетін қағаз. Жақсы. Келесі. Сұрақ. Аянға келген қара қағаздың басқалардан қандай айырмашылығы бар? Неде? Айырмашылығы қандай еді? Әкесі жайлы хабар, Аянды майдаға алып кетпекші болады, ауылда жоқ деп айтып, ешкімі жыламағаны. Әкесі жайлы. Әкесі жайлы хабар ма? Ал жарайды, көрейік. Дұрыс болғаны жауап. Аян қара қағазды қалай қабылдады? Қалай әсер етті деп ойлайсыздар? Иә, Аяру үнсіз. Үнсіз ба? Жылады, жоқтау айтты дейді, үнсіз дейді. Жарайды. Енді бір сұрақ қалды. Аян жасырынған ат қораның іші қандай еді? Иә, жан кім? Басқа жоқ па? Басқа балалар? Қандай еді? Қараңғы, іші кішкентай және қараңғы, ат қора үлкен, іші салқын. Қандай еді? Нұрали? Ат қора үлкен, іші салқын. Осылай болды ма? Әлде мынау ма? Бірінші. Бірінші жауап шығар. Сонда яғни енді келесі. Аян кімнен неге жасырынып жылады? Ол балалардан жасырынып жылады, себебі балалардың өзінің жылағанын көріп, олардың көңілі түскенін қаламады. Қорқып қалғаннан кейін тығылуға мәжбүр болды. Ауыл балалар Аянды ұру себебінен жылады. Санжар, бірінші жауап сізге. Себебі балалардың өзінің жылағанын көріп, олардың көңіл күйін балалық шаққа саяхат жасайтын ғажайып классикалық шығармалардың бірі Сайын Мұратбековтің Жусанис повесі. Міне Аянның кешкі қорегі осы. Ол отқа жағатын сабанның масағында жейді. Соғыс кезі елдің бәрі жарты құрсақ болғанмен Аянның халі тым аянышты еді. Автор Жусанис повесінде Аянның ғана емес, соғыс кезіндегі бүкіл ауылдың тұрмыс тіршілігін суреттейді. Ерте көктемде егістік жұмыстарына кішкентай балалар да жұмылдырылды. 6-7 жасар ұлдар соқа сүйрететін өгіздің үстіне мініп қамшылап отырады. Ер азаматтардың бәрі майданда. Колхоз жұмысын әйелдер, қарттар мен балалар атқарады. Дәл осы сюжет Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді шығармасында да бар. Себебі бұл сұм заманның шындығы болатын. Әлден уақытта әйелдердің бірі қалжырай шыққан зарлы үнмен сызылтып қана көкшебір таудың биік-ай, алыстағы бауырдан хат алудың қиын-ай деп ән салады. Ән емес ау, жүректегі ауыр шердің лықсып шыққан бір күрсінісі сияқты. Әнге екінші соқадағы әйел, онан үшінші соқадағы бойжеткен қыз қосылады. Үшеуі де зарлатады ау кеп. Үшеуінің көзінен де жас парлайды. Біз өгіз үстіндегі балалар көзімізге мөлт-мөлт етіп жас үйіріліп, тамағымызға өксік тығылып, бас көтере алмаймыз. Әйелдерге қосылып жылауға еркектік намысымыз жібермейді. Өйткені алғаш соқаға шыққан күні Аян жылауды әркім біледі. Мықты болсаң, нағыз еркектерше қиыншылықта жыламай бақ деген. Аянның осы бір қайсар мінезі повестің өне бойынан мен мұндалап тұрады. Әжесі өлгенде де, әкесінен қара қағаз келгенде де жыламаған Аян рухтылығымен жолдастарына үлгі болады. Бұл соғыстың бесіктен беліміз шықпай жатқанда біздің жүрегімізге салған жарасы қаншама еді. Сол жараның тыртығы өмір бойы удай сыздап жанға батып өтер ол. Еш уақыт ұмытылмас. Асыр салар балғын шағымызда тағдыр біздің қабырғамызға да бар зілін салды ғой. Сонда да болса басқамыздан гөрі Аянға қатты батып еді. Тағдыр оған дегенде
ештеңесін аямады. Жазушы осылайша жан сырын ақтарып отырып, өз кейіпкеріне аяушылық танытады. Аянға үйінен нан ұрлап әкеп берген, шанасын мінуге берген сол бала әлсізге қамқорлық танытуды жастайынан үйреніп, өлмес шығармалары арқылы оқырманына да үйретіп кетті. Жаз ортасы аңызақ жел ұйтқи соққан ыстық күннің бірінде біздің ауылға тағы бір қаралы қағаз келді. Бұл жолғы қаралы қағаз ешкімнің үйінен зарлы жоқтау айтатын дауыс шығарған жоқ. Бұл жолғы қаралы қағаз көшеде ойнап жүрген балалардың ең соңында белі бос ыштанның ауын бір қолмен көтере ұстап, сол аяғын көлдеңінен солтақтай жүгірген күйде, «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге кешегіден де қызық ертегі айтамын» деп жалына дауыстай жүгірген Аянға келген еді. Ол үнсіз қабылдады. Қаралы қағазды ұзақ отырып 2-3 рет ежіктеп оқыды да 4 бүктеп ішқыр қалтасына тықты. Осыдан бір жеті өткен соң Аян балалар үйіне аттанады. Аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киіп апты. Мен таяп келгенде шетте отырған Есікбай сыбырлап қана: «Аян балалар үйіне кетіп бара жатыр» деді. Осы кезде үйлерінен арба айдаушы жігіт және Бапай мен кемпірі шықты. Бапай арба айдаушыларға Аянды станцияға дейін аманат қып тапсырғанын қайта-қайта айта берді. Ал кемпірі кеп Аянның бетінен сүйді. Көзіне жас алды. «Қарағым, жолың болсын» деді жыламсырап. «Жақсыдан қалған тұяқ ең, қайда жүрсең аман бол, адам болсаң тауып келерсің әлі». Бапай да кеп Аянның бетінен сүйді. «Аман есен барып орналасқан соң хат жаз» деп қойды. «Алатын адам болмай тұр, мына қоңыр сиырды дереу сатып, ақшасын қалтаңа салып беререм. Кейін қолым тисе базарға айдап барып сатып, ақшасын салып жіберем ғой». Қой шәрі, сенде осы не болса соны айтпай. Сатқаны нес? Ертең ер жетіп келе қалғанда мал керек емес пе Аянға? Деп күйіп кетті осы тұста кемпірі. «Қарағым, бұ алжыған атаңның сөзін тыңдама. Әлі өзің кейін үлкен жігіт боп келгенде қоңыр сиырыңды да өсімімен қолыңа тапсырамын». Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. «Мен әлі бәріңе хат жазып тұрамын» деді күлімсіреп. Біз балалар Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы еді. Кейде кешкілік бір жерге жиналып алып, ала қыстай Аян айтқан ертегілерді есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік дейді жазушы. Сонан бері талай жылдар өтсе де, ауылға барғанда қараңғыда бөрікше шошайған ешкі өлмес шоқысының астында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатқандай болып көрінеді. Сол дәумен алысатын жетім бала қайда екен деп еске алады автор. Шынында да бұл күнде Аян қайда екен, тірі ме екен? Ондай бала тірі болу тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді деп повесть аяқталады. Сөз соңында біздің айтарымыз балалық шаққа оралып отыру керек. Кім болғың келді? Бүгін кімсің? Сол жерден жауап табасың. Ендеше кітап оқыңыз. Арма көрермен, жазушы Сайын Мұратбек 1936 жылы Алматы облысының Қапал ауданындағы Қоңыр ауылында туған. Менің қарындасым, ауыл оты, көк орай, отау үй, жабай алма, дос іздеп жүрмін атты жинақтары жарық көрген. Қазақ әдебиетіндегі балалық шаққа саяхат жасайтын ғажайып классикалық шығармалардың бірі Сайын Мұратбековтің «Жусани повесі». Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42 жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулы қоңыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы
содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Алғашқы беттен ақ байқағанымыздай оқиға соғыс жылдарында өрбиді. Бас кейіпкер 6 жасар Аян. Сайын Мұратбековтің бұдан өзге Жабайы алма повесі, бірқатар әңгімелері осы соғыс кезіндегі балалар тақырыбында. Бәрі де өмірден алынған реалистік туындылар. Анадай жерде шолақ жең ақ жейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен деп, автор әдегеннен Аянның өзі көріп жүрген балалардан ерекшелігін атап өтеді. Ауылға жаңа бір баланың келуі біз үшін нағыз мереке болады. Әрқайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік дейді. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтіндік еді. Бір-екі рет кейбір шатақ құмар балалар тиісіп те көрген өзіне. Аян үндеместен қабағын түйіп, сондайлардан сырт айналып кетіп жүрді. Өзінің жауап қайыра алмағаннан алғандай болды. Менің көкемде жоқ, апамда жоқ, сондықтан төбелестем әжем ұрсады ғой деп қойды ол. Ұрынарға қара таппай жүретін Есікбай есімді тентек бала басқаларға істейтін қылығын Аянға да істейді. Онымен төбелескісі кеп, өзінен өзі жөнсіз тиісе бастайды. Аян оған жасқаншақтай қарап, қойсаңшы деп күңкілдеген сайын Есікбай ыржақтап кеп, қайта-қайта оның басынан тоқай алып, аяғынан шалып, мазасын кетіреді. Ыза болған Аян ақырында төбелесесің бе деген Есікбай оны мазақтай түсіп, сенімен бе қойшай деп кеп, сілекейін Аянның бетіне жаға салады. Мұнан әрі шыдау мүмкін емес еді. Бұл жетім бала үшін бұл сын сағаты болатын. Осы жолы өзін дәлелдемесе, бір жола қатарластарының ойыншығына айналатынын түйсігімен сезген Аян, төбелескенімді білсе, әжем ренжиді ғой деген өз принципінен аттап, Есікбаймен белдеседі және жеңіп шығады. Одан кейін оған ешкім тиіспейтін болады. Жазушы Аян образын барынша жағымды етіп жеткізген. Адалдық, тазалық, жұмсақ мінез, намысшылдық, батылдық, зеректік бәрі Аянның бойынан табылады. Денсаулығына байланысты қаладан қоныс аударған қарт ұстаз Иманжановтың қалам ұстатуымен сауат ашқан балалардың алды болып, бәріне майдандағы әкелеріне хат жазуға көмектескен де Аян болады. Сондықтан болар шығарма баспа бетін көргелі қаншама бала Аянға хат жазып келеді. Ал мұғалім Иманжанов қазақ балалар әдебиетінің қалыптасып, көркеуіне көп еңбек сіңірген жазушы Мұқан Иманжановқа деген ойда қылаң береді. Себебі замандастарының хаттарымен тәрбиелеген үлкен жүрек иесі Мұқан Иманжановты көптеген қазақ жазушылары ұстаз санап қастерлеп өтіпті. Аязды кештердің бірінде сырғанақ теуіп жүрген ауыл балалары бүкіл ауылды басына көтерген ащы дауыстан селкете қалады. Дауыс салып, жоқтау айтқан, үйге қарай лап қойған олар Аянның әжесі қайтыс болғанын естиді. Аян да бізді үнсіз қарсы алды. Сүйреткен шанамызға, конькимізге көз салды. Тоңғаннан ба танауын жиі-жиі тартып дір-дір етеді. Күн ұясына еніп бара жатыр. Аян болса сол мелшиген күйде жалтақ-жалтақ етіп, ауылдың әр тұсынан әжетайлап дауыс қойып, келіп жатқан үлкен адамдарға қарайды. Бірақ олардың бірі де бұған назар аударар емес. Біз болсақ, енді қайтер екен деп қызықтағандай, одан көз айырмастан ортағап қоршалай тұрмыз. Өзара сыбырласқан боп, оған да естірте, әжесі өлгенге неге жыламайды деп қоямыз. Аян естісе де, естімеген адамша міз бақпай. Тек әлдебір уақытта бас жоқ, аяқ жоқ, ертегі тыңдайсыңдар ма деп. Жалғыз қамқоршысы әжесінен айырылып жатқанда қайдағы ертегі? Осы бір сәт Аянның психикасының саулығына күмән келтіріп, абдырап қаласыз. Алайда керісінше ертегі оның жан дүниесінің жалғыз қорғаны болғанын кейінірек түсінесіз. Аянның барлық ертегілері ертеде бір жетім бала болыпты деп басталатын. Шығарма автордың
көзқарасы арқылы оқырманды мейірімге, бауырмалдыққа тәрбиелейді. Мынау бір эпизодты мысалға келтірейік. Сәлден соң Аян да сырғанақ басына келді. Өзінің шанасы жоқ, сондықтан елдің шана тепкенін қызықтап қарап тұрды. Бірде менің көк тақтайлы шанамды нұсқап, менің де шанам дәл осындай еді, көшкенде ана жақта қалды деп қойды. Әңгіменің авторы баланың жаудырап қарап тұрғанына шыдай алмай, «Мә, Аян, сен бір жол теуіп кел» деп шанасын береді. Қуанғаннан ол езуін жия алмай, ыржия күліп кеп шанаға отырды да, «Ал кім менімен жарысады» деп айғайлай еңіске қарай зулата жөнелді. Менен кейін оған шанасын Садық берді, онан кейін Есікбай берді. Қысқасы, Аян бәріміздің шанамызды бір-бір реттен теуіп шықты. Ол қып-қызыл боп қара терге түсе ентігіп, алабұртып, елден ерекше даурыға сөйлеп, сақылдап күлумен болды. Ымырт сәулесі ыдырап, қараңғылық үйіріле бастаған кезде басынан тымағын алып, желпіне тоқтаған Аян, «Жүріңдер, бүгін мен кешегіден де қызық ертегі айтамын» деді. Осылайша ертегілермен бүкіл ауылдың қараборбай балаларын өзіне елтіп алған Аян қайдан екені белгісіз батырлар жыры, халық ертегілерін көп білетін болып шықты. Әйтпесе күніне бір ертегіні ойдан шығар, отыру оңай дейміз. Қиялшыл, озық ойлы болғанына ылдимен өрге бірдей сырғанайтын рөлді шана жайлы арманы да дәлел. Түн ішінде шанаға қанат бітеді деп оған өзі сеніп, досын да сендіре алады. Бізде дағды бойынша ауыл үйлері шам жаға бастаған кезде ат қораның төбесіне жинала қалды. Аян бұл күні өте-мөте көңілдеді. Бәріміз жапа-тармағай ешкі сирақ шылымды орауға кіріскеміз. «Әй, мен сендерге бір қызық айтайын ба?» деді ол сүйінші сұрағандай, қуанышты үнмен. «Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам, түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін иісін иіскеп жатқам. Ағамның иісі сіңіп қапты. Бір түрлі жустанның иісі сияқты жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасына мұрнымды тығып алдым да ұзақ-ұзақ иіскедім. Ағам» деп Аян соғысқа кеткен әкесін айтып отыр. Балалардың бәрі жамырап, майданда жүрген әкесінің ағасының киімінен дәл Аяндікіндей жусанның иісі шығатынын айтады. Жусан иісі ата-анаға деген сарқылмас сағыныш иісі. Повестің идеалдық жүгін көтеріп тұрған деталь осы. Мектеп жасындағы балалар Аянның ертегісін тыңдауға атқораға жиналғанда шылым орап тартатын. Ертерек есейіп, ержеткілер келеді ғой. Сондай бір шылымның шоғы шөпке тиіп кетіп, өрт шығады. Балалар тым тырақай қашқанда ойнамалы тобыға шығып кеткен Аян жүгір алмай қалып қояды. Сөйтіп, шолақ қол қатыгез бригадирдің соққысын бір өзі көтереді. Жай ғана соққы емес, естен танып, керзетіктің астында жансыз заттай електеніп қалғанша тепкіленгенін көзге жас алмай оқуы мүмкін емес. Қиын сәтте досын тастап кеткен Сайынға атасы ұрсып, «Тұржанның тепкісін Аянмен бірге көрсең етті, жаның тәтті, шірік, көрме көзімде» дейді. Осы бір-ақ ауыз сөзде қаншама тәрбие жатыр. Сайынға деп отырған себебіміз Аянның прототипі бар. Сайын көбіне түнде жазатын, күзде қарлы жауын жауады ғой. Әсіресе сол кезде қатты жақсы көреді. Ондай уақыттарда жұмыстан келе сала жазуға отыратын. Жусанның иісін жазып біткен соң ол керемет көңіл күйде жүр. Сірә оқырман қауымға, балаларға ұнайтынын сезген шығар. Аянның ертегі айтатындығы Саянның өзіне аздап келеді. Бірақ Аянның прототипі ауылдасы, тобығы тайғандықтан аяғын қисаңдатып, сәл ішіне басатын Ұзақбай деген бала. Сол баланың тағдыры шығармаға арқау болған дейді жазушының жары Мәриям апай өз естелігінде. Аян тағдырына қатысты сауалға Сайын Мұратбековтің өзі бұл біздің ауылдағы соғыс кезіндегі балалардың барлығының тағдырынан жинақталған деп жауап берген екен.
Әжесі қайтыс болған соң Аян Бапай деген туысының қолына барады. Бапайдың кемпірі шалы екеуіне ғана майға бөктіріп талқаншылайды да, сенің тісің бар ғой деп Аянның алдына бір уыс қуырған бидай төгеді. Міне Аянның кешкі қорегі осы. Ол отқа жағатын сабанның масағында жейді. Соғыс кезі елдің бәрі жарты құрсақ болғанмен Аянның халі тым аянышты еді. Автор Жусанесі повесінде Аянның ғана емес, соғыс кезіндегі бүкіл ауылдың тұрмыс тіршілігін суреттейді. Ерте көктемде егістік жұмыстарына кішкентай балалар да жұмылдырылды. 6-7 жасар ұлдар соқа сүйрететін өгіздің үстіне мініп қамшылап отырады. Ер азаматтардың бәрі майданда. Колхоз жұмысын әйелдер, қарттар мен балалар атқарады. Дәл осы сюжет Бердібек Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» шығармасында да бар. Себебі бұл сұм заманның шындығы болатын. Әлден уақытта әйелдердің бірі қалжырай шыққан зарлы үнмен сызылтып қана «Көкшебір таудың биік-ай, алыстағы бауырдан хат алудың қиын-ай» деп ән салады. Ән емес ау, жүректегі ауыр шердің лықсып шыққан бір күрсінісі сияқты. Әнге екінші соқадағы әйел, онан үшінші соқадағы бойжеткен қыз қосылады. Үшеуі де зарлатады ау кеп, үшеуінің көзінен де жас парлайды. Біз өгіз үстіндегі балалар көзімізге мөлт-мөлт етіп жас үйіріліп, тамағымызға өксік тығылып, бас көтере алмаймыз. Әйелдерге қосылып жылауға еркектік намысымыз жібермейді. Өйткені алғаш соқаға шыққан күні Аян жылауды әркім біледі. Мықты болсаң, нағыз еркектерше қиыншылықта жыламай бақ деген. Аянның осы бір қайсар мінезі повестің өне бойынан мен мұндалап тұрады. Әжесі өлгенде де, әкесінен қара қағаз келгенде де жыламаған Аян рухтылығымен жолдастарына үлгі болады. Бұл соғыстың бесіктен беліміз шықпай жатқанда біздің жүрегімізге салған жарасы қанша еді. Сол жараның тыртығы өмір бойы удай сыздап жанға батып өтер ол. Еш уақыт ұмытылмас. Асыр салар балғын шағымызда тағдыр біздің қабырғамызға да бар зілін салды ғой. Сонда да болса басқамыздан гөрі Аянға қатты батып еді. Тағдыр оған дегенде ештеңесін аямады. Жазушы осылайша жан сырын ақтарып отырып, өз кейіпкеріне аяушылық танытады. Аянға үйінен нан ұрлап әкеп берген, шанасын мінуге берген сол бала әлсізге қамқорлық танытуды жастайынан үйреніп, өлмес шығармалары арқылы оқырманына да үйретіп кетті. Жаз ортасы аңызақ жел ұйтқи соққан ыстық күннің бірінде біздің ауылға тағы бір қаралы қағаз келді. Бұл жолғы қаралы қағаз ешкімнің үйінен зарлы жоқтау айтатын дауыс шығарған жоқ. Бұл жолғы қаралы қағаз көшеде ойнап жүрген балалардың ең соңында белі бос штанның ауын бір қолмен көтере ұстап, сол аяғын көлдеңінен солтақтай жүгірген күйде, «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге кешегіден де қызық ертегі айтамын» деп жалына дауыстай жүгірген Аянға келген еді. Ол үнсіз қабылдады. Қаралы қағазды ұзақ отырып 2-3 рет ежіктеп оқыды да 4 бүктеп ішқыр қалтасына тықты. Осыдан бір жеті өткен соң Аян балалар үйіне аттанады. Аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киіп апты. Мен таяп келгенде шетте отырған Есікбай сыбырлап қана: «Аян балалар үйіне кетіп бара жатыр» деді. Осы кезде үйлерінен арба айдаушы жігіт және Бапай мен кемпірі шықты. Бапай арба айдаушыларға Аянды станцияға дейін аманат қып тапсырғанын қайта-қайта айта берді. Ал кемпірі кеп Аянның бетінен сүйді. Көзіне жас алды. «Қарағым, жолың болсын» деді жыламсырап. «Жақсыдан қалған тұяқ ең, қайда жүрсең аман бол, адам болсаң тауып келерсің әлі». Бапай да кеп Аянның бетінен сүйді. «Аман есен барып орналасқан соң хат жаз» деп қойды. «Алатын адам болмай тұр, мына қоңыр сиырды дереу сатып, ақшасын қалтаңа салып беререм. Кейін қолым тисе базарға айдап барып сатып, ақшасын салып жіберем ғой». «Қой шәрі, сенде осы не болса соны айтпай. Сатқаны нес?»
ертең ер жетіп келе қалғанда мал керек емес пе Аянға? Деп күйіп кетті осы тұста кемпірі. Қарағым, бұ алжыған атаңның сөзін тыңдама. Әлі өзің кейін үлкен жігіт боп келгенде, қоңыр сиырыңды да өсімімен қолыңа тапсырамын. Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. Мен әлі бәріңе хат жазып тұрамын, деді күлімсіреп. Біз балалар Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы еді. Кейде кешкілік бір жерге жиналып алып, ала қыстай Аян айтқан ертегілерді есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік дейді жазушы. Сонан бері талай жылдар өтсе де, ауылға барғанда қараңғыда бөрікше шошайған ешкі өлмес шоқысының астында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатқандай болып көрінеді. Сол дәумен алысатын жетім бала қайда екен деп еске алады автор. Шынында да бұл күнде Аян қайда екен, тірі ме екен? Ондай бала тірі болу тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді деп повесть аяқталады. Не істеді Аян? Содан кейін мына жағынан несін жазамыз, портретін жазамыз. Осылай ойлайсың. Иманжанов оқушыларға білім беріп, денсаулығы нашар. Біз күн сайын үйіне келген қағазды бір парақтан үйлестіріп береді. Портреттік мінездеме шашы аппақ, удай қол басып толған, адамша тілде қалшылдап көзі қып-қызыл болып жасарып отыратын қарт кісі. Жақсы, бұл кісі кім еді? Ол мұғалім. Мұғалім болған, балаларға сабақ береді. Жақсы отырады. Кейіпкерлік іс-әрекеті. Аян балаларға ертек айтуы, күн сайын жаңада ертегі құрайды. Портреттік мінездеме. Аян ешкіммен төбелеспей сөзге келмейтін. Аян жұмын сирек тістерін көрсетіп, жымыр етіп күліп ойнап жүретін. Жақсы, жұмыс балалар. Келесі тапсырма. Енді мынандай, сіздердің алдарыңызда мәтіндер жатыр балалар. Әр топта, міне, бірінші топтың мәтіні жатыр, және бұл жерде екі түрлі жазба күнделігі әдісі арқылы осы жердегі мына жерде бұрынғы балалардың ойыны осы шығармадан алған үзінді суреттеледі. Оның қазіргі ойынын, қазіргі біздің өз ойынымызбен салыстырамыз. Бірінші топ. Жақсы ғой. Тапсырмаларымыз міне осы бойынша жасайсыздар. Екінші топтың тапсырмасы сыни хабар жазу. Сыни хабар жазу. Яғни ол, міне, сыни хабар жазу. Мына тапсырма. Алдарыңызда бар ғой тапсырма. Мәтін жатыр алдарыңызда, де міне. Мәтін жатыр. Осы мәтінді оқып отырып, мәтінге сыни хабарлама жазу. 1, 2, 3. Үшінші топтың тапсырмасы. Үшінші топтың тапсырмасы балалар берілген мәтін тұр, аяққа мінездеме жазу. Кейіпкер сөйлейді әдісі арқылы дәптерге мәтінді оқып отырып, өз ойларыңыздан оққан түйгендеріңізді қоса отырып, мінездеме жазасыздар. Мәтінді де қолданасыздар. Жақсы ма?
Талқылап болдық па? Біз балалар көшеде екіге бөлініп алып, қағазға топырақ орап, бір қолдарды лақтырып, атысып ойнап жүретін. Жілсіз тымырсақ күнде бір қолдаған бай топырақ тұрғанша қалқып, шаңытып тұрып алатын. Соның арасында тұншыға жүретін. Қаланың балалары азаннан кешке шейін телефон ойнап, оған тәуелді болды. Иә, бұл ауыл қала баласы. Иә? Кім толықтырады тағы? Ясмин, қалай толықтырасыз? Ауыл балаларының ойыны сан алуан. Бұл кезде интернет гаджет болмағандықтан барлық балалар далада ойнайтын. Қазіргі балалардың ойларының бәрі гаджет немесе интернетте. Екінің бірі далаға шыға бермейді, асық атып немесе сол сияқты ойындарды ойнамайды. Барлық балалардың ойлары гаджетте болғандықтан ешкім далаға шыққысы келмейді. Жарайды. Бұл енді қазіргі осы қала балаларының көрінісін жазыпты, иә? Абдрахман не оқисыз? Не жазып? Қазіргі балалардың ойындары компьютерлерді, мобильный ойындарды отырады кешке дейін. Жазушы болсақ, Аянды ұзын бойлы, ақылды, еңбекқор және бақытты етіп сипаттайтын едік. Аянның тағдыры шығармада бізге ауыр тиді. Сондықтан біз өзіміздің шығармамызда Аянның тағдырын жақсы қылдырып, анасы мен әкесі болғанын қалар едік. Және қоса келетінім, ол жақта Ая бар шығармада соғыс жасамай, керісінше бақытты әлем болушы керек. Бақытты елде? Иә, бақытты елде өмір сүретін. Жақсы, жарайды. Отыра ғой. Жазушы болсақ, мен Аянды осылайша сипаттар едік. Мүмкін Аянның жанында анасы болса, мүмкін басқаша, оның тағдыры басқаша болар еді. Негізінде Аян өзі ақылды, зерек, қайсар, момын бала. Егер мен жазушы болсам, Аянды былай сипаттаушы едім. Мен Аянды бақытты бала қылу едім. Оны ата-анасымен бірге бақытты бала етер едім. Солай болса, оның ертегілері басқаша басталар еді. Жарайды. Егер біз жазушы болсақ, Аянды ерекше арманшыл жүрегі, сезімге толы, бірақ ішкі қайратты мықты бала сияқты сипаттар едік. Ол тағдырдың талай соққысына мойымай, үміт отын өшірмей, ертеңгі күннен жақсылық күтетін тұлға. Егер мен жазушы болсам, онда Аян ақкөңіл, жайдары бала болатын еді. Оның әкесі майданнан аман есен келіп, ол қалада өз оқуын жалғастыра алатын еді. Ауылдағы достарына жиі келіп тұрып, жетімдер үйіне бара алмайтын еді. Осылай аяқтармен деп? Осылай аяқтармен. Жалпы тапсырма түсінікті болды ғой, иә? Сонымен яғни егер сіздер өз қиялдарыңызбен не істедіңіздер? Жазушы болуды армандадыңыздар. Осы армандарыңызға жетіңіздер. Жазушы болғылар келетін балалар бар ғой арамызда. Енді тек қана бұл жердегі Аянның тағдыры қайталанбасын, иә? Ондай соғыс болмасын деп біз тілейміз, жақсы. Қазір біз қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біз бақытты болуға неміз лайықты жағдаймыз. Сабағымызды қорытындылайық балалар. Менің ойымша, тапсырманы дұрыс орындау үшін шығарманы жақсы оқып, мұғалімді жақсы тыңдауымыз керек. Мақсатқа жақсы жету үшін ол жақта еңбектеніп, берілмей, мақсаттың ары қарай ұмтылуым керек. Тапсырма арқылы мен топпен жұмыс жасауды, кестесін және тағы да басқа заттарды үйрендім. Тапсырмаларды қалай дұрыс орындауға болады? Тапсырманы дұрыс орындау үшін бірінші тақырыпты түсіну керек, мұғалімді тыңдау. Екіншісі, мақсатқа жету үшін не істеу керек? Тоқтамай, мақсатқа жете беру керек. Үшіншісі, ол тапсырмалардан орындау арқылы не öğrendim? Мен кестесін жасауға öğrendim, жұртпен орындауға öğrendim. Жақсы. Аяғына дейін оқу керек. Мақсатқа біз бір мақсатта армандайтын болсақ, біз мақсатта армандайтын болса ешқашан ойламайды, жеткізу керек. Және де мен бүгінгі сабақтағы тапсырмаларды орындау арқылы
Чусани исі повестіндегі Аянның тағдыры қандай ауыр болғандығын түсіндім. Жақсы, келесі бір. Менің ойымша тапсырманы дұрыс орындау үшін шығарманы жақсы оқып, мұғалімді жақсы тыңдауымыз керек. Мақсатқа жақсы жету үшін ол жақта еңбектеніп, берілмей мақсатына қарай ұмтылу керек. Тапсырма арқылы үйренгенім, тапсырма арқылы мен топпен жұмыс жасауды, кестесін және тағы да басқа заттарды үйрендім. Жарайды, жақсы балалар, рахмет. Балалар өздеріңді. Жақсы. Сөйлей ғой, кім сөйлейді? Бағалап болдық па? Жақсы. Ал, кім сөйлейді? Кім бағаларын көтеріңдерші балалар? Көтеріңіздер бағаларыңызды. Аха, сезім неге жеті қойып отырсың өзіңе? Мен мені өзім жетіге бағаладым, себебі мен сыни хабарлама жазып, және де жұптық жұмыс жасадым. Соны ғана орындай алдың, иә? Жақсы отыра ғой. Иә. Назқоңыр, неге 8-ге ғана бағалап отырсың? Өзімді таңертеңгі сұрақ әдісі, көкесіз әдісі, жұппен жұмысты жақсы орындаған үшін кейбір сұрақтарға жауап бермедім. 8 бала өзімді іздедім. Жақсы, иә. Кім бағды? Аружан, бағаңды көрсетші. Аружан өзін 10 ұпайға бағалапты. Жақсы. Себебі мен конверттегі сұрақ әдісін, т кестесі, топпен жұмыс, жұппен жұмыс және де аудиожазбаны жақсы орындап, өзімді 10 балға бағаладым. Жақсы отырады. Келесі. Мен өзімді 10 ұпайға бағалаған себебім конверттегі сұрақты кестесі, топпен жұмыс, жұппен жұмыс және де барлық тапсырмаларды дұрыс орындап, осы қағазға белгілеп отырдым. Барлық ұпайларды санаған кезде 10 ұпай шыққан үшін мен өзімді 10 ұпайға бағаладым. Жақсы балалар, ендеше сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.